Сәлем достар, бүгін осындай керемет, өте оңай оливье салатын дайындайтын боламыз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарап әсемдесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді бастаймыз. Ең алдыменен картобымызбен сәбізімізді және де жұмыртқамызды суға пісіріп алатын боламыз. Және 4 бұрышты қылып турайтын боламыз осылай. Өздеріңіздің қалағандарыңызша мөлшерде пісіресіздер. Менде 1 порция ғана жасадым. Сіздер өздеріңіз қанша жасайым десеңіздер де солай мөлшерлеріңізбен жасасаңыздар болады. Барлығын 4 бұрышты тәрізді қылып турап аламыз. Мен еттің орнына осылай колбаса қостым, піскен еттің орнына колбасамен дәмдірек көрінетін сияқты, сол үшін колбаса қостым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша ет қоссаңыздар да болады. Осылай барлығын турап алатын боламыз. Енді қалағанша осылай менде шамамен 3 ас қасықтай майонез салдым. Жақсылап араластырып, осылай дөңгелек формаға келтіріп алатын боламын. Сіздер өздеріңіздің қалағанша әсемдесеңіздер болады. Мінекей дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.